имам Ғазалидің қысқаша өмірбаяны. Имам Субки өзінің шафиғи ғылымдарының өмірбаяны атты еңбегінде имам Ғазалидің өмірбаянын келтірген. Имам Ғазали Тус қаласында хижри 450 жылы дүниеге келген. Туста жүн иіріп сату ісімен айналысқан әкесі өмірден ерте қайтады. Өлер алдында артында жастай қалып бара жатқан екі баласы Ахмад пен Ғазалиді өзінің діндар досына табыстап кетеді. Досына ақтық сөзін айтып жатып былай дейді: өзегімді өртейтін бір өкінішім бар. Ол жас кезімде біліммен айналыспағаным. Сол өкініштің орнын толтыру үшін мына көзімнің қарашығы екі ұлымды ғылым жолына беруді ойлап жүрген едім. Амал нешік, оған өмірім жетпеді. Осы арманымды жүзеге асыруды өзіңе аманаттаймын. Бұларды қалай асыраймын деп уайымдама. Біраз жылдан бері жинап жүрген дүнием бар. Соны саған қалдырамын. Досы аманатты орындап, имам Ғазали мен ағасы Ахмадты білімге баулып бар жағдайын жасайды. Алайда арадан бірнеше жыл өткенде әкелерінің қалдырған дүниесі түгесіледі. Ал бұл кісі тақыр кедей еді. Екі ұлды әрі қарай асырай алмайтын болады. Екеуін шақырып бұлай дейді: шырақтарым, менің жағдайымды өздерің жақсы білесіңдер. Сендерді асырап бағуға мына жоқшылық мұрша берер емес. Сондықтан сендерді медресенің жанындағы жетімдер үйіне табыстауды жөн көріп отырмын. Ол жерде ілімге талпынған балаларға ерекше қамқорлық танытады. Маған өкпелей көрмеңдер жандарым. Ақым болса кешіріңдер. Содан ағайынды екеу медресеге орналасады. Білім алуды тоқтатпайды. Өмірдің осы кезеңін имам Ғазали былай еске алады: алғашында біз білімді Алла ризалығын көздеп алмаған едік. Алайда ілімнің өзі бізді Алла ризалығына жетеледі. Тарих кітаптарында имам Ғазалидің әкесі өте тақуа жан болғандығы айтылады. Сол кезеңнің оқу ордалары саналған мешіттегі білім мәжілістерінен қалмайтын. Шамасы келгенше ілім жолында жүрген жандарға қаржылай жәрдемдесетін. Сондай-ақ ол кісі екі ілім мәжілісінен ешқашан қалмаған деседі. Бірі фиқ ілімінің, екіншісі рухани уағыз-насихаттың мәжілісі. Ілім мәжілісінен шыққан сайын қолын жайып Алладан өз ісінің майталманы болатын ұрпақ сұрайды екен. Құдай тағала оның бұл тілегін қабыл етті. Нәтижеде бірнеше ғылым саласын жетік меңгеріп, досын да, дұшпанын да мойындатқан Әбу Хамид Ғазали атты ұлы дүниеге келді. Ал оның ағасы Ахмад қатып қалған жүректерді жібітетін ділмар уағызшы, шешен адам болған. Ғазали ілімге жастайынан ынтық болып өсті. Бастапқы кезде өзінің туған жері Тус қаласында Ахмад ибн Мухаммад Разакани деген кісіден ілім үйреніп жүреді. Кейіннен Журжан еліне сапар шегіп, сондағы Әбу Насыр Исмағили деген ғұламадан біраз уақыт дәріс тыңдап, біршама уақыттан кейін еліне қайтып келе жатқанда өміріне өзгеріс енгізетін мынадай бір оқиға болады. Мұны имам Ғазалидің өз аузынан тыңдайық. Керуенге ілесіп, Журжаннан қайтып келе жатқанымызда керуенді жол кесер қарақшылар талан-таражға салды. Олар менің қолымдағы дәптер толы дорбамды да алып қойды. Не істерімді білмей дағдарып қалдым. Сөйтіп асыл қазыналарым кітаптарымды қимай қарақшылардың соңынан жүре бердім. Бір кезде мені байқап қалған қарақшылардың басшысы артына бұрылып: «Ей бала, саған не керек?» деп дауыстады. «Өтініш, менің дорбамды қайтарыңыздаршы». Айрылғың келмейтіндей онда не бар еді сонша? Бұл дорба мен үшін алтын, күмістен бағалы. Себебі онда ұстазымнан естіген дәрістерді құнттап жазып жүрген дәптерлерім бар еді. Сіздерге ол түкке керек жоқ деп ойлаймын. Мен бұған бір талай жылымды арнап, көз майымды тауысып жинадым. Ол менің білімім, дедім ағымнан жарылып. Сонда әлгі қарақшы миығынан күліп: «Қызық екен, білімім осы дорбада деймісің? Сонша жыл жиған білімің біздің қолымызда екен, онда өзіңді қалай білімдімін деп санайсың?» деді де дорбамды қайтарып берді. Қарақшының мына сөзінде бір хикметтің бар анық. Құдай аузын салған болар, қарақшының бұл сөзі менің намысымды оятып, жігерімді жаныды. Тусқа жеткеннен соң әлгі дәптерлерімде жазылған білімді толықтай жаттап шығуға бел будым. Сөйтіп бас аяғы 3 жылдың ішінде жаттап шықтым. Имам Ғазали өте алғыр, жаттау қабілеті жоғары, данышпан адам болатын. Әл-Жуайни өзінің алғыр шәкірттерін былай деп мақтайтын:
Ғазали түбі жоқ теңіз, Әл-Кая топты жарып өтетін арыстан, ал Әл-Хауафи жалындаған от. Енді қолыңыздағы кітаптың жазылу тарихына келейік. Жалпы имам Ғазалидің шәкірттері көп болған. Солардың ішінен суырылып шыққан, өзгелерінен оқ бойы озық тұратын бір шәкірті түрлі ғылым салаларын бүге-шүгесіне дейін меңгеріп, әрі рухани жағынан да тереңдікке жетеді. Бірде ол өзі жайлы ойланады. Мен ғылымның көптеген саласын зерттеп, зерделедім. Мән-маңызын үйрендім. Оған өмірімнің ең жарқын кезеңі жастық шағымды жұмсадым. Енді мен мынаны білуім қажет. Осы ғылымдардың қайсысы маған нақты пайда береді? Яғни, ертеңгі күні қабірімде айырылмас жолдас болады. Ал қайсысы пайдаға аспай мені құр әуреге салады? Пайдаға аспайтынын осы бастан ысырып тастауым қажет. Себебі ардақты пайғамбарымыз бір дұғасында: «Уа Раббым, мені пайдасыз ілімнен сақта» демеп пе еді? Міне осындай ойдың үстінде жүріп, ол күндердің бір күнінде ұстазына хат жолдайды. Хатында өзін мазалап жүрген осы түйткілдің шешімін сұрайды. Сонымен қатар насихат айтып, дұға үйретуін әрі бата беруін өтінеді. Хат жазған шәкірт бір сөзінде былай дейді: «Ұстазымның Ихя Улумиддин іспетті кітаптары менің сұрақтарыма қанағаттанарлықтай жауап бере алатынына күмәнім жоқ. Алайда мендегі мақсат ұстазым маған ең қажетті деген насихаттарды бірнеше параққа сыйдырып берсе, соны әрдайым жанымнан тастамай алып жүрсем деймін. Содан соң осы аз ғана насихатты өле-өлгенше орындап іс жүзіне асырсам. Менің бар тілегім осы». Имам Ғазали өзіне хат жолдаған шәкіртіне былай деп жауап жазады: «Рахман әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлемдердің жаратушысы Алла тағалаға шексіз мадақ арнап, жан-тәнімізбен мақтау айтамыз. Расында, Құдайдан қорыққан тақуа жандар жақсылыққа жетеді. Адамзаттың ұстазы Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам сансыз сәлем жолдап, шын жүректен салауат айтамыз. Менің ықыласты да қадірлі шәкіртім, балам. Алла тағала саған ұзақ ғұмыр беріп, сол ғұмырыңды жаратушыға құлшылық етіп өткізуді жазсын. Сондай-ақ жаратушы Жаббар иеміз өзінің сүйікті құлдарының жолымен жүруді баршамызға нәсіп етсін. Мына нәрсені қаперіңде ұста. Расында, насихаттың төресі пайғамбар хадистерінде жатыр. Егер Алла елшісінің хадистерін оқыған болсаң, онда сен ешқандай насихатқа мұқтаж емессің. Ал егер оны әлі оқымаған болсаң, онда мұнша ғұмырыңда зая еткенің. Онда не үшін ілім алып жүрсің? Пайғамбарымыздың үмбетіне қарата айтқан насихаттарының тобықтай түйіні мынадай: Алла тағаланың қайсы бір пендеден бет бұруының белгісі пенденің пайдасыз істермен айналыса бастауы. Адам өмірінің бір сәтін жаратылыс мақсатына сай келмейтін іспен өткізсе, бұл үшін оның өкініштен өзегі өртеніп, жанын жегідей жеуі әбден жарасымды. Кімде-кім жасы 40-тан асқан шағында жасаған жақсылығы жамандығынан басым түспесе, тозаққа баруға дайындалсын. Санасында саңылауы бар адам бұл насихаттың астарынан көп нәрсені ұғары анық. Насихат айту оңай, ал оны жүзеге асыру қиынның қиыны. Өйткені дүниенің соңына түсіп, нәпсінің құлына айналып кеткен адамдарға насихат әсер етпейді. Керісінше, тыйым салынған күнәлі істер оларға тартымды болып тұрады. Әсіресе, дүниені мақсат тұтып, нәпсінің қалауын қанағаттандыру үшін ғылым үйрететіндер осы топтың ішінде. Себебі олар әрекетсіз құр жалаң ілім жәннатқа жетелейді деп есептейді. Бұл философтардың ұстанымы. О тоба! Мұндай адамдар алған білімін іс жүзіне асырмаса, керісінше азапқа душар болатынынан бейхабар. Өйткені пайғамбарымыз былай деген: қиямет күні ең көп азаптанатындар білімі өзіне пайда бермеген ғалымдар болмақ. Жунайд әл-Бағдади қайтыс болғаннан кейін оны бір кісілер түсінде көреді. Одан жағдайың, хал-күйің қалай деп сұрағанда, ол: аузымыз көпіріп айтқан уағыздарымыз, ауыз толтырып айтқан насихаттарымыздың бәрі бекер-ақ екен. Тек түн ортасында тұрып оқыған 2 бас намазымыз ғана олжа екен деп жауап береді. Құлшылығың бос әрекет болып қалмасын. Жүрегің рухани халдерден босамасын.
Әрекетсіз жалаң ілім ешқашан саған сенімді серік бола алмайды. Бұған мынадай мысал беріп көрелік. 5 қару сай жауынгер жападан жалғыз шөл далада келе жатып, бір үлкен арыстанға кезікті делік. Енді ол қаруларын қолданып, қарсы алдында тұрған арыстанға соққы бермесе, оған қолындағы қарулары өздігінен пайда бере ме? Қаруды қолданғанда ғана оның пайдасын көреді емес пе? Міне, дәл сол секілді бір адам мыңдаған ғылыми мәселені үйреніп, оның қыр-сырына қанықса, бірақ оны іс жүзіне асырмаса, алған білімінің пайдасы бола ма? Әрине болмайды. Тек қолданған жағдайда ғана игерген білімінің игілігін көреді. Тағы бір мысал, бір кісі науқастанып қалса, ауруына шипа болатын дәріні тек біліп қана қоюы оның ауруын емдей ме? Әрине емдемейді. Ол нақты әрекетке көшіп, дәріні ішкенде ғана ауруынан айыға бастайды. Мейлі 100 жыл білім ізденіп, мыңдаған кітапты жаттап алсаң да, амал әрекетсіз Алланың мейіріміне қол жеткізе алмайсың. Себебі Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: әр адам өз еңбегінің ғана қарымын алады. Нәжім сүресі 39 аят. Ал иман етіп, игі істер істегендерге келсек, олардың қонақжайы Фирдаус атты жәннат бақшалары болады. Олар онда мәңгі бақи мекендейді, һәм ол жерден басқа жаққа кетуді де қаламайды. Каф сүресі 107-108 аяттар. Ендеше кім-де-кім Раббысымен қауышуды үміт етіп қаласа, игі істер істесін, һәм Раббысына жасаған құлшылығында оған ешкімді серік етіп қоспасын деп айт. Каф сүресі 110 аят. Ал кім-де-кім өкініш білдіріп, тәубеге келсе, әр иман етіп, өзін һәм қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе, оның жөні бөлек. Алла ондай жандардың жамандықтарын жақсылыққа, күнәларын сауапқа айналдырады. Алла өте кешірімді, әсіресе тәубе етіп, өзіне бір жола бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Фурқан сүресі 70 аят. Мына хадис жайында не айтасың? Ислам 5 негізге құрылған. Олар Алладан басқа құдай жоқ екендігіне және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оның елшісі екендігіне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, Рамазан айында ораза ұстау, мүмкіндігі болса қажыға бару. Иман дегеніміз калима шахадатты тілмен айтып, жүрекпен бекіту және жоғарыда аталған исламның 5 тірегін орындау. Амал етудің маңыздылығын білдіретін дәлел-дәйектер жетерлік. Пенде жұмаққа жаратушының кеңшілігімен, мейіріммен кіретін анық. Бірақ бұл амал құлшылығын толықтырғаннан кейін ғана жүзеге асады. Себебі Құран кәрімде шүбәсіз Алланың рахымы, игілікті істер атқаруға келгенде ішкен асын жерге қоятын ізгі жандарға өте жақын делінген. Ағраф сүресі 56 аят. Ал біреу пенденің жұмаққа баруына оның иман келтіру жеткілікті ғой деуі мүмкін. Иә, иман келтірген адамның жұмақтық болатыны белгілі, бірақ ол қашан жүзеге асады? Жұмақ деген оңай қол жеткізе салатын асыл емес. Оған жету үшін бір қатар асулардан өту қажет. Бірінші асу иман асуы. Ал ол асудан өтті делік, бірақ қияметке амалдаптер бос күйінде барып қалмай ма? Хасан әл-Басри, жаратушы еміз қияметтің күнінде пенделеріне бүй дейді: құлдарым, жұмаққа менің мейіріміммен, кеңшілігіммен кіріңдер. Оны фәни дүниеде жасаған амалдарыңның мөлшеріне қарай бөлсіңдер.